Сәлем, достар. Бүгін осындай картинка салатын боламыз. Бұл корабль суда кетіп бара жатқан. Біз бұл картинканы күзде алғанбыз. Енді осыны панамеркам бояйтын боламыз. Осы күзден бері бір жақсылап отырып бояуға уақыт болмай жүр. Әр жерінен былай бояп қойғанмын. Бұның ішінде өздерінің краскасымен жүреді. Красканың беттерінде сандары жазылған. Осы сандарды осылай бояп шығамыз сандар тұрған жерге. Краскаде осылай 2 пачка келеді. Өзінің ішінде кисточкалармен қазір бояйтын боламыз. Өте әдемі шығады деген ойдамын. Бұл бұндай панамеркам картинканы бояу өте көп уақыт алады екен негізі. Кеттік. Қазір осы картинканы бояйтын боламыз. Мен пакетигінен шығардым. Осылай ұзын болып шығады. Бізге керекті түсін аламыз да ашып бояй береміз. Біреуін ашып көрсетейін. Мінекей осындай краскалары болады. Ауыздары өте жақсы жабылған. Және де бізге кисточка керек. Өзінің кисточкалары. Және де кисточканы мұнда суға кішкене жібітіп аламыз да. Любой қағаз, салфеткаға осылай сүртіп, сосын барып батырып, қазір бояйтын боламыз.
достар, бізбен болғандарыңызға көп рахмет. Осымен бірінші бөлім аяқталды. Келесі бөлімінде картинканың біткен нұсқасын салатын боламын. Бізге тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Көп рахмет.